Сіз 14 миллионға қандай көлік алар едіңіз? Осы Қытай автокөлігінің бірінші және соңғы иесі болып қалудан қорқады. Бұған не дейсіз? Толщинасы ана корейский машина қарағанда қалыңдау дейді. Қазақстанда көлік нарығында соңғы жылдары жаңа ойыншылар пайда болды. Олар Қытай автоконцерндерінің өнімдері. Арзан, заманауи, технологияға бай. Алайда олар шын мәнінде сенімді ме, тез тозып қалмай ма? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам. Көлік қарап жүрсіз, қандай көлік қарап жатсыз? Қазір мен мына көлікті қарап отырмын. JAC G8. Аха. Осы маған ұнап тұр, қазір. Бәрі несі, бағасы да тиімді кішкене, арзандау нелерге қарағанда. Осы машинаны алайын деп отырмын. Бұл жерде бұйыртса. Аха. Қытай көлігін таңдаудың себебі не? Қытайда бәрі функциялары бар, жақсы. Условиялары бәрі да жақсы ішінде. Арзан бағаға көп опциялар бере ала ма? Иә. Басқа салондарды аралап көрдіңіз баға? Маса Корея. Бәрін аралап көрдім. Корея қымбат. Қымбат болып тұр, бағасы келмейді. Тура болсын, короче, бұның айтып отыр, бұның кузовыны да толщинасы ана корейский машина қарағанда қалыңдау дейді. Өзіңіз бір тексеріп, болмаса көрдіңіз бе? Басқа Қытай көліктерімен салыстырып. Жоқ, басқа Қытаймен салыстырған жоқпын, бірақ осы. Не, салыстырғанда Чангандар бар, көрдік. Мынаған қарағанда сәл нашарлау дейді, мынау качествосы жақсы дейді. Тамаша, құтты болсын аға. Жақсы. Көрдіңіз. JAC автокөлігі қазіргі таңда ең сапалы көліктердің бірі болып саналынады. Бұл көліктердің шыққанына уже 10 жылдан аса уақыт болды. Ешқандай да бір клиенттердің барлығы риза деп ойлаймын. Енді осы Қытай автокөліктерінің бағасы мен сапасы бір-біріне сай келеді деп ойлайсыз ба? Иә, сай келеді. Мысалы, бағасының өзі қолжетімді. Қазіргі таңда қарап тұрсаңыздар, мына көлік 8 миллион тұрады. Болады ма өзі? Жаңа көлікті 8 миллионға сатып алуы ыңғайлы. Аха, қазіргі халық осы Қытай автокөлігінің бірінші және соңғы иесі болып қалудан қорқады. Бұған не дейсіз? Негізі қорқау керек деп ойлаймын. Потому что қолжетімді, түрі де, сапасы да сай, бәрі әбәдемі. Жақсы. Сатылым деңгейі қалай сіздерде? Сатылым деңгейі қалай? Жоғары? Сатылым деңгейі жақсы, тоже жақсы. Қазіргі таңда осы 10 жыл болды. Өзінің деңгейін бермей келе жатыр. Бұл да Қытай автокөлігі басқа көліктерден ешқандай кем емес. Кореялықпен салыстырғанда Қытай автокөлігінің айырмашылығы бар ма? Емес. Үйтіп бөліп жармай салыстырмай қойын, бірақ қазіргі таңда бұның өзінің, Қытайдың да өзінің клиенттері бар. Кореяның да өзінің бөлек клиенттері бар, ешқандай бөліп жармаймын. Екеуі де қызмет етіп береді? Екеуі де жақсы. Бисмилла. Мен дәл қазір JAC GS8 автокөлігіндемін. Небәрі 14 миллионға отбасылық кроссовер. Бұл жерде 174 аттың күші бар екен, 1.5 турбо. Сіз 14 миллионға қандай көлік алар едіңіз? Пікір білдіріңіз.